Айсара әпкесінің ризашылығын алған соң иығынан ауыр жүк түскендей өзін жеңіл сезінді. Іштей бұл сүйінші хабарын сүйіктісіне жеткізгенше асығып тұрды. Әпкесі шығып кеткеннен дереу Әміреге қоңырау соқты. Қуанғаны соншама уақытқа қарамаған болатын. Сүйіктісінің беймезгіл қоңырауын көрген байғұс жігіттің зәресі қалмай, дауысы дірілдеп әрең жауап берді. «Жаным, бәрі дұрыс па?» «Әміре, сен неге шошып тұрсың?» «Ойбу, кешірші мені. Менің қуанғаным соншама сағатқа мән бермеген екенмін. Сенен сүйінші сұрауға асықтым. Әпкең тұрмысқа шығатын болды ма?» «Жоқ, Алла қаласа ол күнде көрерміз». «Ендеше не болды?» «Әпкем маған өз жолын берді. Саған тұрмысқа шығуыма рұқсат берді». «Рас айтасың ба?» «Иә, жаным». «Ендеше үйдегілерге әпкең мен анаңды таныстырайық». «Солай жасайық». Бұл түнде олардан бақытты адам болмаған шығар сірә. Болашаққа жоспар құрып, тәтті арманның етегіне еріп ұйқыға кетті. Бар болғаны бірер сағат көзілсе де, таңертең өмірге құштар болып, бақыттан бал-бұл жайнап құлпырып, ерекше құлшыныспен жұмысына жиналған Айсараны көріп, Сәбинаның да көңілі көтеріліп қалды. Әсем болашақ күйеу баласын көріп, оның отбасымен танысты. Құдағиы Қарлығаш өте өнегелі, парасатты, мейірімді жан екен көңілін көшітсе, құдасы Мараттың өзімшілдігі көңілін құлазытты. Марат еліміздегі белгілі бір банктің ірі қаладағы кеңсесінің директоры. Дүние мансап болған соң, мүмкін солай да болу керек шығар. Әсем екі қызымен тойдың дайындығына кірісіп кетті. Әкесінің орнын білдірмеу мақсатында ағайын туыстары еш аянбай қызмет өтуде. Әсем де осы күнге дейін қайын жұртының ешбір той жиынынан қалып қойған емес, үнемі қолындағы барын алып жетіп баратын. Міне, енді соның туыстары қайтарып жатыр. Ұзату күні белгіленіп қымбат ресторанды таңдап қойды. Той күнде жақындаған сайын Әсемнің көңіл күйі болмай жүр. Қыздарына көрсетпей кейде жылап алады. Оның себебі Айсараның тұрмысқа шығып, өсіп өнген ұясынан ұшудан емес, үлкен қызы Сәбинаның жанарындағы мұңды көріп ет жүрегі езілді. Қыз болған соң, оның да дәл осылай біреуге ғашық болып, махаббаттың буына мас болуға хақысы бар емес пе? Қашанға дейін бұл жалғыз жүрмек? Оның тағдыры неге бұлай болды? Осы сынды сұрақтар күндіз түні маза бермейді. Жападан жалғыз ой үстінде отырғанда қызы Сәбина жанына келіп жайғасты. «Анашым, кел қызым, келе ғой. Неге сонша мұңайып жүрсіз? Айсара алысқа кетіп бара жатқан жоқ қой?» «Мен Айсара үшін еш алаңдамаймын. Нағыз ер азаматты жолықтырып, қамқорлығын сезініп жүр. Өз қызындай қабылдап, бар мейірімін беріп жүрген алтындай енесі тұрғанда неге алаңдаймын?» «Ендеше сізге не болды?» «Мен сені уайымдап жүрмін. Қызым, сен де бақытты болуға хақың бар. Жасың 30-ға келді. Неге кездескен жігіттердің бәрін бетін қайтара бересің?» «Бұл тақырыпты қозғағым келмейді. Өтініш, мені бұлай тергемеңізші. Қаша бер. Осылай жүргеніңде біреудің тоқалы болып, немесе біреудің баласын өгей шеше болмасаң, сені отбасы құрмаған жігіт ала қоймасы анық. Тағдырыма жазылғанын көремін ғой». Сәбина бұл жолы да анасының көкейіндегі сұрақтардың жауапсыз қалдырып қаша жөнелді. Әне-міне дегенше жолап жүріп тойда өте шықты. Айсара өз үйімен қоштасып, өзге елге келін атанды. Еңбекқор, пысық қызға келіндік өмір аса қиынға соқпады. Дереу-ақ үй шаруасын дөңгелетіп алып кетті. Екі жақта салт дәстүрге сай жөн жорылғының бәрін жасады. Айсара өте бақытты еді. Көп уақыт өтпей құрсақ көтеріп, өмірге дейін құштарлығы одан сайын арта түсті. Үнемі жүзі жайнап жүреді. Ата-енесінің разылшылығы мен ақ батасын алып жүрген үлгілі келін атанды. Жұрт қызға да әрі қызғана да қараушы еді. Жүкті болғанына қарамай, бар шаруаны өзі тындырушы еді. Бір емхананың бас дәрігері атанып, балалардың денсаулығы үшін күндіз-түні ізденісте жүретін. Жауапкершілігі мықты дәрігер атанды. Ай күніне аман-есен жетіп, шекесі торсықтай ұлды дүниеге алып келді. Енесі үнемі немересі үшін барын салатын. Күндіз-түні жанынан шықпай, келіні мен немересіне күтім жасап жүрді. Қарлығаш мен Айсара екеуі бір-біріне өте бауырмал болды. Әсем мейрамханада аспазшы болып жұмыс істейтін. Таңнан кешке тік жүретін болған соң, соңғы кезде
балтыры сыздап жүретінін жиі айтып жүр. Сабина қаншама рет үйде отыруын сұраса да жұмысынан бас тартпай қырсығып жүр. Айсараның ұлы енді ғана 2 айлық болғанда қарлығаш отырған жерінде қисайып ұйықтаған күйі қайта оянбады. Тосыннан келген ажал бұл отбасын әбден есеңгіретіп тастады. Оның өлімі шешімі жоқ жұмбақ секілді. Дені сау адам бірақ сәтте еш жері ауырмай көз жұма салу миға қонымсыз секілді. Бәрі де бір Аллаға аян. Жаназасында жиналған елдің есебі жоқ. Айсараның жаны күйзеліп жүрсе де, үйде өзінен басқа әйел адам болмаған соң әрі-бері шапқылауға мәжбүр. Әсем 1-2 күн ғана жиен немересіне қарап, одан соң жұмысына қайта шығып кетті. Айсараның үйіне келген қонақтардың аяғы азаяр емес. Ұлы шырылдап жылап анасына күні-түні маза бермейді. Таңнан кешке дейін көңіл айтып келген адамдарға шай ұсынып, шыр жүгіріп жүр. Әбден шаршап шалдықты. Күйеуден рұқсат сұрап анасының көмекке шақырды. Анашым, марқұм енемнің 40 күндік асы өткенге дейін біздің үйде тұра тұрыңызшы, деп еді. Немереңізге қарамасаңыз болмайды. Қызым, мен жұмысым бар ғой, сол ақшам мен ақ сізге төлейін. Не азап сізге, аяғыңыз ауырып әрең жүргенде. Келіңізші, өтінем. Әсем қызының даусынан әбден шаршағанын сезіп, жоқ деуге дәті жетпеді. Өзімен өзі емін-еркін жүріп тұратын адамға бөтен үйде қону біраз қиынға соғар анық. Амал нешік, ана болған соң қызы үшін келісім берді. Құрметті көрермен, ары қарай тыңдағыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.